сұлу бір табиғин ба табиғин әйелден сұрайды ғой, мынаның қай жерінен екеуге шықтың деп ше. Мынау бір жүрбет қой дейді да, ысқын жоқ я кескін жоқ дейді да. Сенімен екеуің былай келмейді ғой дейді да, антоним ғой екеуің деген кезде. Жаңа әйелдің айтқан сөзі бар екен, жаңа құрдастың сөзіне тұздық қылып жатқан ғой. Оның Құдайға деген қарым қатынасы менікінен жақсы болса дейді да. Құдай оны маған бағындырып қойса, мен қайтейін деп айтқан дейді. Мен сыйлық қылып оған беріп қойса дейді да. Менің байланысым үшін Құдайға деген маған оны жаза қылып берген болса дейді да. Оның күшті байланысы үшін мені сыйлық қылып берген болса оған деген сияқты бір сөз бар еді ғой. Демек, жақсы жар таңдаудың тура жолы, төте жолы тақуалық қой. Тақуалық, сосын жаңағыдай сұрастыру керек ше. Айналардан сұрастыру керек. Сосын жаңағы айтатын ағайындар өтірік мақтай бермей, ұлды да қызды да шынын айтыңдар, ана бейшара ертең қиналып қалмасын. Өмір бақи сені қарғап жүрмесін. Соны кезден әзіл бар ғой жаңағы. Осы бізді кім таныстырып еді деп әйелі күйеуіне сұрайды ғой. Иә. Білмеймін, дұшпандар көп қой дейді ғой. Дұшпандар көп қой деп. Сол сияқты алдап қиянат жасап жүрсе.